бауырлар қазір бір-бірімен қырылып жатқан заман, бір-бірінің ақысын жеп жатып, араласпай кетіп жатқандар бар, дүние үшін ше, әкенің дүниесіне таласатқандар бар. Бауырлардың арасында есеп болмау керек. Бір-бірімен дүние үшін тартыспау керек, қырылмау керек. Біздің тойды көріп, басқа бауырлар, жағдайы барлар осындай істесін деген ниетпен 2020 жылы январь айында ең кішкентай інім 5-ші бала үйленеді. Керемет беташардың бәрін жасаймыз. Той жасаймыз көктемде жатқан кезде карантин басталады мартта. Май айында атам дүниеден өтеді, жарым айдан кейін әкем дүниеден өтеді. Бір үйде екі қайғы болып жатыр. Бәріміз қайғырып жылап жүрміз. Анам тастап қойды өзін. Інімнің той жайында қалды ғой. Президенттің мысалы жарлығы ғой, той жасалынбасын деген, ол оған қарсы шықпайсыз деп біз той жасаған жоқпыз. 2020 той жасаған жоқпыз, 2021 той жасаған жоқ. Інім уже қызды болып жатыр, той жасалған жоқ. 22-де уже вирус бәрі басылып, официально уже тойлар жасалып бастаған кезінде ініме қараймын, көзінде бір кішігірім қаяу бар сияқты да. Той жасалынған жоқ. Етіп айтамын қарамай, анажым әкем болған кезде дүркіретіп той жасап беретін еді, ең кішкентай баласына. Сол әкеміздің жоқтығын білдірмейік, екі анасы болып, Аллах разы болсын, ініміздің тойын жасап берейік деген кезде анам жылап жүреді ана жерде. Сөйтсек шіркін ана деген балалардың бәрін ойлайды екен да. Әрқайсысы бөлек-бөлек бір тауы, бірақ ана баласының жағдайы нашар болса, мына жағдайы мықты баласына айтуға ұялады екен. Әрқайсының өзінің бөлек отбасы бар ғой деген сияқты. Сонда ішінде жұтып жүрген екен ғой. Жылап жер бата береді сол жерде тағы да. Сол кезде мен анамның көз жасын көрген кезінде қатты қиналып кетемін да. Сонымен тойды ұйымдастырамыз, на высшем уровне. Інім енді разы, келін риза, той істеп беріп жатқанымыздың өзіне Алла разы үшін мен ініме үй сыйлаймын, ағама машина сыйлаймын деп. Сондағы мақсат біздің тойды көріп, басқа бауырлар, жағдайы барлар осындай істесін деген ниетпен. Оны ешкім білмейді. Той керемет өтіп жатқан кезінде мен сол жерде сөйлеймін. Әке шешенің қадіріне жету туралы, бауырдан артық ешкім жоқ, бүбірлі шүбірлі болсын деп, Ақтау қаласынан 2 бөлмелі пәтердің кілті деп, екі ағаңыздың атынан деп ағама бергізген кезімде. Ана жерде бүкіл тойдағылар жылап отыр. Інім татауы жылап, қатты қысып алған ғой бізді. Той істеп беріп жатқанымызға и так риза еді ана жерде. Үйдің кілтін сыйлаған кезінде. Оның қуанышын көріп, мен бақытты болдым да. Кемемен 2010 мен 18 арасында 6 бөлім әперген екен, бірақ қазір мен әкем жоқ. Әкемнің орнына енді ағам семейде жүрсін деп, бұл жерде бір көлік тойхананың ішіне кіріп келеді. Тек жылау болды ана жерде. Ағам да, інім де, анашым, туысқандар бүкіл бәрі бір керемет үлгілі той болды. Ол кезде айтқан бар еді, әрбір үйде кедейліктің жібін үзетін бір бала болады. Сол бала сіз болыңыз, кедейліктің жібін сіз үзіңіз, және әкеге, анаға, бауырларға қамқор болыңыз деп. Сонда айтайын дегенім, ана әр баласын уайымдайды, әр баласы үшін дұға етеді, бірақ айта алмайды екен.